Сән қой жігіттің әңгімесі. Мен Бағдаттағы бір сәудегердің баласы едім. Ер жеткен соң әкем өлді. Толып жатқан мал, құл, күңі маған мирас қалды. Мен күнде 90 құбылтып киім киіп, сауық қой болдым. Бірақ әйелдерге маңызды баға беріп, дос тұтпайтын едім. Бір күні Бағдаттың бір көшесінде келе жатыр едім. Бір топ мас кісілер жолымды тосты. Мен олардың мас екенін біліп, көшенің түкпіріндегі бір үйге тығылып паналадым. Ол үйден бір қыз шықты. Дүниеде сұлудан көргенім жалғыз-ақ сол. Оның бетінен тамып тұрған көркемдік менің жүрегімді өртеді. Мен сол жерде кеш болғанша отырдым. Кешке сол үйге қазы келді. Үй қазынікі екен. Сол қыз да қазының қызы болуы керек. Мен қызды көрген соң әйелдерге салқын қарауды қойдым. Түнде үйіме қайтып келісімен жатып қалдым. Қызметші қыздар алдыма жиналып, налып қайтқаныма ренжісті. Мен олардың берген сұрауына жауап қайтармадым. Көңілсіздігім ұлғая берді. Бір күні кемпір келіп, мейірбандық көрсетіп жайымды сұрады. Мен көргенімді, қазының қызына ғашық болғанымды айттым. Балам, ол қызға тірелген ауру болса, менің қолымда. Қазының үйінде мен күнде барам. Ол қызбен күнде сөйлесем. Екеуіңді жанастырып жіберу, жіпті жалғай салудан да оңай маған. Онан уайым жеме деп сүйіндірді. Менің ауруымның емшісі үйден табылған соң, мен де басымды көтердім. Кемпір қазының үйіне барып келіп, балам, қызды көндіріп келдім. Жұма күні күндіз үйге келсін деді. Сен енді тұрып моншаға түс, шашыңды алдыр, киіміңді әдемілеп, қағынып сүртініп даярлан деді. Мен қуанғанымнан үстімдегі киімді кемпірге сүйіншіге бердім. Моншаға барып шомылып, шашымды алдырайын деп отырып, қызметшіме бір әдемі шаш алатын кісі тауып келші дедім. Барып осы қыдырмашыны тауып келген. Бұл өз қолында жүретін қызметшім еді. Келіп маған біраз ақыл айтты. Мен ақылыңды қой, тездетіп шашымды ал дедім. Қалтасынан бір заттарды алды да күнге қарады. Шашыңды бүгін алдырма. Оң жағың 8, сол жағың 7, жұлдызың 7 қарақшының жанында, шолпан жұлдызынан қашық тұр. Сірә бір үлкен уақиға болар. Айдың өзі де сәтсіз сапар ай екен. Алдырма шашыңды деді. Мен көп сөзді қойып, ал шашымды дедім. Бұл бірнеше жылдан бері дәміңді татып келе жатқан жанашырың едім. Мына құмалақты өзің сезсең, шашымды ал деп айтпас едің деді. Мен, егер шашымды алмасаң өлтірем дедім. Әңгіме осыған дейін жетіп, жататын уақытта болды. Шахаризада ұйықтайық патшам деп тыңдаушыға қарады.